Нәп-нәзік дәмі ауызда еритін балды тортты менімен бірге жасап көріңіздер. Ешқандай жаюды, оқтауды қажет етпейді. Ең алдымен балымызды ыдысымызға салып, жақсылап баяу отта ертіп алатын боламыз. Осылай ерткеннен соң үстіне жарты шай қасықтай ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыз осындай болып қоңырқай түске енгеннен соң біз үстінен сары майымызды саламыз да, онымызды жақсылап ерігенше баяу отта араластырамыз. Бізде осындай масса болуы тиіс. Таза ыдысымызға 5 жұмыртқаны салып аламыз да, үстінен қантымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құрамына кезекті заттардың бәрін төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарай аласыздар. Жаңағы бал қосылған массамызды үстінен құйып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса шығуы тиіс. Қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ұнымызды електен өткізіп алып, алдын ала 2 немесе 3 бөлікке бөліп отырып, ұнымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осындай әдемі қоймалжың масса шығуы тиіс. Пергамент қағазымызға формамызды сызып аламыз да, үстінен 4 ас қасықтан құйып, қамырымызды жайып аламыз. Біркелкі қылып. Егер сіздерде форма болмаса, онда тәрелкенің өлшемімен де жасай берсеңіздер болады. Ол міндетті емес. 170 градуста шамамен 7-10 минут арасында әр коржымызды пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пешінің қызуына байланысты. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Кремге бізге бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май қажет болады және қоюлатылған сүт, яғни сгущенка. Екеуін жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Құрамдары да өте қолжетімді, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін және жаюды да қажет етпейді. Мінекей біздің корждарымыз дайын болды. Енді кремімізді жағып, үстіне орналастырып шығамыз. Сыртына бір коржымызды ұсатып жіберіп, жағып шығатын боламыз. Кремі сіңгенше қоямыз. Шамамен 1-1,5 сағат жеткілікті. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріп, үй іштеріңізді, жолдастарыңызды, ата-аналарыңызды, балапандарыңызды қуантыңыздар.